2015-ке дейін мен қалада тұрдым. Әшейін қалада емес, Шымкент қаласында тұрдым. Сол себепті қаланың жағдайын жақсы білем. Ауылда міне далаға шықтың, тап-таза ауа, өзіңнің бақшаң, өзіңнің жейтін натуральный. Мына жерге егіп жатық. Мынау чеснок шығып жатыр міне. Таптап чесноктар шығып жатыр. Жақтарын бәрін егіп тастадық мінекей. Вот міне өзіңнің бақшаң бар. Шығасың. Таза ауада. Қалада не? Шықтың, бетонның арасы, түтін, машина, дырыл-дырыл, заводтың түтіні таң атпай. Клубникалар шығып жатыр. Бұл натуральный клубника. Мына вообще еш нәрсе химикат бермейміз. Енді гүлдеп жатыр міне әдемі. Гүлдер шығып. Бұл гүлдеп жатыр. Қалада дырыл-дырыл машина, түтін шығасын, таң атпай шығасын, таза отыз жұта алмайсың. Ал ауылда тап-таза ауаны от души жұтасың, от души. Әрине, ауылға келген мезгілде бәрі рахаттанып өмір сүріп кете алмайды. Ауылдың бейнеті көп. Қалада да адам рахаттанып өмір сүре алмайды. Таңертең таң атты, күн батысы жұмыс. Таң атты, күн батысы жұмыс жасай алмасаң, қалада да өмір сүре алмайсың. Таңертең көзіңді оқалап барасың, остановкада күтіп тұрасың. Машинамен жолға пробка таңертең, кешке тағы да остановкада күтесің, и тағы да кешке пробка. Ал ауылда өзің үйіңнің қасына шығасың, ешқандай уақыт жұмсамайсың, малыңды жайлайсың, бақшаңа барасың, малдың сүтін аласың. Вот ешқандай уақыт кетпейді. Яғни бос уақыт жоқ дегенім. Қалада бос уақыт өте көп кетеді. Сен астында машинаң болса да пробкадан пробка шаршайсың. Нервный қаладағылардың бәрі. Таңертең ауылдан адамдар шығады. Жақта балық аулап жатыр ана. Мінекей. Әне балық аулап жатыр. Ана жақта балық аулап жатыр. Міне балық аулап жатыр. Адамдар келіп таңертең таң атпай. Тап-таза ауада осылай. Бұдан артық не керек? Ақша табу емес ауылда. Кейде мен өзім айтам да. Негізгі философия ауылдағы өмір сүрудің. Таза ауа, денсаулық, өзіңді қорғау. Судың сақырап ағып жатыр. Бұл нағыз демалатын жер. Ақып жатыр міне. Адам миы демалады. Таңертең таң атпай гүріл қалада машина, түтін. Ал мына жақта келесіз, таң атпай мінекей. Керемет. Күнделікті. Мынау деген тамырмен аударылып қалды. Күнделікті. Адамдардың бір жаманынан қарашы, тап-таза әдемі жерлерді. Мынау тастап лақтырып кетеді бір жаман. Өте осы адамдардың. Келетін осы орға.